Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте тойымды әрі дәмді болып шығатын етті бәліш дайындайтын боламыз. Қамырын дайындау үшін 550 грамм ұн, 230 грамм қаймақ, 2 жұмыртқа, 100 грамм май, қопсытқыш және тұз керек болады. Қаймағымызға бөлме температурасына еріп тұрған сары майымызды, 2 жұмыртқамызды, артынан шым тұзымыз бен 1 шай қасы қопсытқышымызды қосып, жақсылап бір кескі қылып араластырып аламыз. Араласқан массамызға ұнымызды жай-жайдан қоса отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Иленген қамырымызды демалдыруға қойып, салмасын дайындаймыз. Ол үшін тартылған етімізге ұсақтап туралған картоп пен пияз қосып, дәміне қарай тұз, бұрышымызды сеуіп, жақсылап араластырамыз. Енді демалып тұрған қамырымызды екіге бөліп аламыз. Бізде 962 грамм қамыр шықты. Оны 550 граммын астыңғы қабат қылып, 410 граммын үстіңгі қабат қылып, өзімізге ыңғайлап екіге бөліп дайындап аламыз. Ары қарай астыңғы қабатын жұқалап жайып, бірден пергамент қағазымызға төсеп аламыз. Одан кейін барып, жаймасын жайып салатын боламыз. Астыңғы қабаты сияқты үстіңгі қабатында жұқалап жайып алғаннан кейін бәлішіміздің бетіне орналастыратын боламыз. Енді екі қабатымызды бір-бірімен беттестіріп аламыз. Одан кейін әсемдік үшін ішке қарай өріп шығуымызға болады. Жиектердегі узорларды қалыптастырып болғаннан кейін бәлішіміздің ортасын тесіп қоямыз. Сол кезде пісу барысында артық ауа сол тесік арқылы шығып кетеді де, бәлішімізде ешқандай трещина пайда болмайды. Ары қарай бәлішіміздің бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Одан кейін әсемдік үшін кунжутпен әрлесеңіздер де болады. Бәлішімізді 180 градуста қызып тұрған пешімізде 40 минут пісіріп аламыз. Барлықтарыңызға ас болсын, дәмін татып көріңіздер.